Автобуста бір мас адам кенеттен шу шығарып, жүргізушіге шабуыл жасауға тырысады. Батыл бір жолаушы дереу араласып, оны автобустан түсіріп, сабырмен үйіне жаяу қайтуын өтінеді. Өзін қорланғандай сезінген мас адам айқайлап, оңды-солды жұдырық жұмсайды. Жігіт әр соққыдан сабырмен жалтарып, тіпті өзіне зиян келтіріп алмауын ескертеді. Ақырында мас адам теңселіп кетіп қалады. Автобустағылардың бәрі қол соғып, батырға қошемет көрсетеді. Ол ұялып басын төмен түсіреді, бірақ іштей істеген ісіне мақтанады. Оның аты Ганн, ерекше таланты бар боксшы. Соған қарамастан ол күн сайын тынымсыз жаттығады, сондықтан көбіне жеңіске оңай жетеді. Бүгін ол тәжірибелі қарсылас Джинмен кездеседі. Джин өзін ешқашан жеңілмеген теңіз әскері ретінде мақтан тұтады. Бірақ бұл жолы ол Ганнның күшін анық бағаламайды. Ганн әдейі қорғаныста тұрғандай болып, кенет өткір әрі күшті сол жақ ілмекпен соғып, Джинді ауырсынумен жерге құлатады. Бәрінің таңғалғанына қарамастан Джин әрең тұрып, қолын көтеріп Ганнды арандатуға тырысады. Ганн сәл кідіріп, тез қозғалып, тағы бір сол жақ соққы жасап, Джинді толық нокаутқа жібереді. Тіпті комментатордың өзі мысқылдап, Джиннің тактикасы өзіне қарсы жұмыс істегенін айтады. Ақырында жекпе-жекте Ганн жеңіске жетеді. Киім ауыстыратын бөлмеде Джин ашумен өз әрекеті арқылы теңіз әскерлерінің абыройын түсіріп алғанын айтып күңкілдейді. Жаттықтырушысы оны жұбатып, біраз ақша беріп, жақсылап тамақтанып ал дейді. Джин ақсап сыртқа шыққанда есік алдында Ганн күтіп тұрғанын көреді. Ганн күлімсіреп, бірге қуырылған шошқа етін жеуге шақырады. Басында Джин бас тартады. Ганн мені аяп тұр деп ойлайды. Бірақ Ганнның шынайылығын көріп, ойын өзгертіп, тіпті қымбат вагю сиыр етін жеуді ұсынады. Өйткені жекпе-жектің жүлдесі 10 миллион. Алайда Ганн тек 50 мың ғана жұмсамай екенін, қалғанын анасына беретінін айтады. Пандемия салдарынан анасының кафеханасы қиындық көріп, қарызға батып кеткен. Ганнның анасына деген құрметін көрген Джин есепті бірге төлеуді талап етеді. Кешкі ас кезінде Джин Ганнның сол қолы неге сонша күшті екенін сұрайды. Ганн жай ғана, оң қолым одан да күшті, тек оны қолдануға мүмкіндік болмады деп жауап береді. Бұл сөздер Джиннің намысына тиеді. Ганн оны шын мәнінде тек сол қолымен жеңген еді. Беделін сақтап қалу үшін Джин теңіз әскеріндегі даңқты күндерін айтып мақтана бастайды. Бірақ Ганн да теңіз әскері болғанын, әрі одан бұрын қызметке кіргенін білгенде таң қалады. Сол сәтте Джин орнынан тұрып, үлкеніне құрмет көрсетіп сәлем береді. Осылайша бір сәт бұрын қас қарсылас болған екі жігіт шынайы достарға айналады. Сол кезде Ганнның анасы телефонмен қарыз берген адамнан тағы бірнеше күн уақыт сұрап жалбарынып жатқан еді. Ұлының кенеттен келгенін көргенде, ол бірден телефонды қойып, оны қатты құшақтайды. Оның анасы жекпе-жекті толық көрген еді, және ұлына қатты мақтанады. Ганн жүлде ақшасын беріп, оны жалдау ақысын төлеуге жұмсауын сұрайды. Анасының көзіне жас толып, алдымен ақшаны алғысы келмей. Бірақ Ганн қайта-қайта айтқан соң, ол ақшаны қабылдап, кейін өсіммен қайтарып беремін деп уәде береді. Содан кейін екеуі кафені жауып, бірге үйге қайтады. Жолда Ганн жақын жерде күмәнді көлік тұрғанын байқайды, бірақ аса мән бермейді. Ал көліктің ішінде өсімқорлық компаниясының иесі Гил отыр еді. Ол ауданның бәрін күмәнді жолдармен өзіне қаратуды жоспарлап, жобаны алға жылжыту үшін адамдарын жұмсайды. Келесі күні сату тобы жергілікті дүкендердің бәрін аралайды. Олар өздерін Smile Capital компаниясынанбыз деп таныстырып, пандемиядан зардап шеккен шағын бизнеске көмектесетін, мемлекет қолдайтын қаржы ұйымымыз дейді. Банктерден төмен пайыз ұсынып, дүкен иелерінің қарызын жабуға көмектесеміз деп уәде береді. Осындай тиімді ұсынысқа қызыққан көп тұрғын келісімшартқа қол қояды. Олардың ішінде Ганнның анасы да бар. Бірақ олар келісімшарт ішінде жасырын алаяқтық тармақ бар екенін білмейді. Сол уақытта қала орталығында биік ғимараттың құрылысы пандемияға байланысты 2 рет тоқтатылған еді. Компания банкротқа ұшыраған соң, тасталған ғимарат жақын маңдағы тұрғындар үшін қауіпті орынға айналады. Үкімет араласқаннан кейін Lil Group бұл жобаны сатып алуға шешім қабылдайды. Төрағаның үлкен ұлы Мин банкты несие төлемін азайтуға көндірмек болады, бірақ келіссөз сәтсіз өтеді. Қала әкімі жіберген кеңесші арағайын болуға тырысады, бірақ мәселе шешілмей қалады. Дәл сол кезде Гил келіп, жобаға 100 миллиард инвестиция салуды ұсынады. Оның орнына ол ғимараттың жоғарғы қабатында казино, ал жертөледе бар ашуды талап етеді. Кейін Гил кеңесшіге осындай табысты жобаға қосылуына көмектескен үшін сәнді банкет ұйымдастырады. Мереке кезінде кеңесшіге әкім қоңырау шалып, казино жобасы ресми түрде мақұлданғанын хабарлайды. Қатты қуанған Гил оған арнайы сыйлық ұсынады, 4 килограмм алтын тасбақа.
Кеңесші қорапты қатты ұстап тұрады, бірақ дәл сол сәтте пара алғаны жасырын камераға түсіп жатқанын білмейді. Келесі күні Ганн бокс залына барса, оның жабық тұрғанын көреді. Жаттықтырушысы кеше бірнеше адамнан COVID-19 анықталғанын айтып, зал бір аптаға жабылатынын түсіндіреді. Істейтін ісі болмаған соң, Ганн Джинге хабарласып, бірге қыдыруды ұсынады. Пәтерінде әлі ұйқылы ояу жатқан Джин жалқауланып Ганнға мекен-жайын жазып жіберіп, келіп кетуін айтады. Ганн пәтерге жақындағанда қара киімді бір адамның үйсіз адамды қуып жүргенін көреді. Инстинктивті түрде ол көмектесу үшін жүгіріп барады. Бірақ жеткен кезде үйсіз адам жерге құлап, ауыр жараланған еді. Қауіпті сезген шабуылдаушы бұрылып қашады да, кенеттен электрошокермен Ганнға тұтқиылдан шабуыл жасайды. Сөйлесу барысында Ганн шабуылдаушының шын мәнінде Хён Джу деген қыз екенін түсінеді. Хён Джу үйсіз адам алаяқ екенін айтып, оған араласпауын ескертеді. Сосын тез кетіп қалып, жақын маңдағы кітап дүкеніне барады. Ол жерде оның атасы Чхве мырза бір әйелмен кездесіп отыр екен. Әйел қарызын толық қайтарып, қызының өмірін сақтап қалған үшін шын жүректен алғыс айтады. Сөйтсе, Чхве мырза мейірімді өсім беруші, ол емделуге мұқтаж адамдарға 0%-бен қарыз береді. Хён Джу оған мұндайды тоқтатуды айтады, бірақ ол бір отбасының аман қалуы әлемдегі ең қымбат өсім деп жауап береді. Сосын Хён Джу алаяқтар тобы үйсіз адамдардың жеке куәліктерін пайдаланып, олардың атына несие алып жүргенін айтады және оны тексермек болады. Атасы оның асығыс әрекет жасауынан қорқып, бұрынғы шәкірттерінің біріне хабарласып, Хён Джуды жасырын қорғау үшін сенімді күзетші табуын сұрайды. Сол күні Smile Capital компаниясының сату менеджері Джун тағы да кафеге келеді. Ол Ганнның анасына келісімшартқа қол қойғаннан кейін 24 сағат ішінде несие сомасының 10-ын ұзарту ақысы ретінде төлеу керек екенін айтады. Енді пайыздар 40 миллионға дейін өсіп кеткен. Алданғанын түсінген Ганнның анасы полиция шақырамын деп қорқытады. Джон еш эмоциясыз кетіп қалады да, адамдарын жіберіп, дүкенді бұзып талқандауға бұйрық береді. Анасынан көмек сұраған қоңырау алған Ганн бірден сол жерге асығады. Ол келгенде дүкен қирап жатқан, ал анасы қорланып тұр еді. Ганн бірден төбелеске кірісіп, бокс шеберлігімен ондаған бұзақыны құлатады. Анасының аман екенін көрген соң, Джонның жағасынан ұстап, біздің дүкенге бұлай істеуге сен кімсің? Деп айқайлайды. Дәл сол кезде Гил келіп, Ганн анасының қарызын қайтаруы керек екенін талап етеді. Бірақ Ганн алдымен дүкенге келтірілген шығынды төлеңдер деп қарсы тұрады. Гил жай ғана мысқылдап күліп, өзінің ең мықты адамын Канны шақырады. Канн нағыз жауынгер, көзқарасы суық әрі жыртқыштай. Ганн қанша соққы жасаса да, ол ауырсынуды сезбейді. Бірақ Канн бір ғана жеңіл соққымен Ганнды жерге құлатады. Ақырында Ганн қарсы тұра алмай, көгеріп жерге құлайды. Гил оның қайсарлығын бағалайтынын айтып, өзіне жұмыс істеуді ұсынады. Барлығының таңғалғанына қарамастан, Ганн жиіркеніп, оның бетіне түкіріп жібереді. Ашуға булыққан Гил пышақпен Ганнның бетін тіліп, терең жара қалдырады. Кейін Ганнды жедел түрде ауруханаға жеткізеді. Анасы оның жарақатын алаңдап, өз кінәсін қатты сезінеді. Дәрігер тыртық қалмау үшін пластикалық операция жасауды ұсынады, бірақ Ганн оның қымбат екенін айтып бас тартады. Жараны көрген Джин қатты ашуланып, Ганнға полиция шақыруды ұсынады. Бірақ Ганн бұлай істей алмайды, өйткені Гил полицияға барса, анаңды өлтіремін деп қорқытқан. Кейін олар несие келісімшартын қарап шығып, ішінде жасырын тұзақтар барын анықтайды. Несиені ұзарту ақысы туралы тармақ өте кішкентай әріптермен жазылған, көзге әрең көрінеді. Бұл анық алаяқтық. Одан да жаманы пайыз өсіп 100 миллионға жетеді. Ал Ганнның анасы тіпті үйін кепілге қойған. Ганнға жаны ашыған Джин оны көңілін көтеру үшін тамақтануға алып барады. Тамақ үстінде ол таныстарына қайта-қайта қоңырау шалып, ақша қарыз сұрай береді. Мұны көрген Ганнның көзіне жас келеді. Кейін Джин бұрынғы бастығынан Ганнға 100 миллион вонды небәрі 1%-бен қарызға беруін өтіне. Бастығы келіседі, бірақ тек Джин қайтадан қарыз жинау жұмысын істесе ғана. Джин жауап бермей тұрып, Ганн араласып бұған қарсы болады. Оның ойынша олар боксшылар, бұзақылар емес, әлсіз адамдарды қорқытып ақша таба алмайды. Мұны естіген Джин бірден ақшаны қайтарып беріп, Ганнмен бірге кетіп қалады. Содан кейін ол құрметті үлкен ағасы Муннан көмек сұрайды. Кездейсоқ, дәл осы Мун Чхве мырза Хён Джуды қорғау үшін күзетші табуды сұраған адам еді. Соңғы кезде ол көп адаммен сұхбаттасқан, бірақ лайықтысын таба алмаған. Джинді жақсы танитындықтан екеуінде Чхве мырзаға өз ұсынуға шешім қабылдайды. Джин оған қоңырау шалу себебі Ганнға қарыз табу екенін түсіндіреді. Бірақ Мун бәрібір Чхве мырзамен байланысуды ұсынады.
Ол тек бай адам емес, жүрегі өте мейірімді екенін айтады. Көп ұзамай Чхве мырзаға Ган туралы мәлімет келеді, және ол қатты әсер алады. Өйткені оның мығым денесі еңбекқорлығы мен рухының мықтылығын көрсетіп тұр. Жүргізушісі О мырза оған Джиннің құжатын да беріп, екеуін бірге жұмысқа алуды ұсынады. Кейін жігіттер суши мейрамханасына келеді, бірақ иесі ішке тек Ганды ғана кіргізеді. Чхве мырза Ганның бетіндегі жараларды байқап, не болғанын жайлап сұрайды. Ган анасының кафесін қиратқан өсімқорлармен төбелескенін айтады. Чхве мырза бұрын өзі де өсімқор болғанын, бірақ біраз уақыт бұрын бұл істі тастағанын мойындайды. Қазір ол емделуге ақшасы жоқ науқастарға пайызсыз қарыз беріп көмектеседі. Ол Ганның өмірі қиын болса да, мейірімді әрі адал болып қалғанын зерттеп білгенін айтады. Сондықтан одан өзінің жалғыз отбасын қорғауға көмектесуін сұрайды. Бұл жұмыс қарыз жинау емес, күзетші болу екенін білгенде, Ган күлімсіреп бірден келіседі. Ол жақсы жаңалықты айту үшін Джинге асығады. Ал Джин оған шын жүректен қуанады. Сол түні екеуі Ганның үйіне барып, анасы дайындаған тамақты бірге ішеді. Біраздан кейін есік қағылады. Бұл Чхве мырзаның жүргізушісі О мырза. Ол Ганға ішінде 100 миллион бар сөмкені береді. Сөйтсе, мейірімді Чхве мырза Ган қарызын тез жабу үшін 2 жылдық жалақысын алдын ала төлеп қойған екен. Мұны көрген Ган көзіне жас алып жылайды. Анасы өзін кінәлі сезінеді, өйткені ұлы боксшы болу арманынан бас тартты деп ойлайды. Ган оны жұбатып, бәрі жақсы болатынын айтып, қиын кезде көмектескені үшін Джинге алғыс айтады. Келесі күні Джин Ганмен бірге компанияға барады. Өзі де сол жерден жұмыс табамын деп үміттенеді. Ол Чхве мырзаны сендіруге тырысып, Ганның жұмысқа тез бейімделуіне көмектесе алатынын айтады. Бақытына қарай, Чхве мырза тез келіседі, бірақ алдымен екеуі де немересімен сұхбаттан өтуі керек екенін ескертеді. Ган уайымдай бастайды, өйткені ол алдын ала берілген ақшамен қарызын төлеп қойған. Ал енді әлі ресми түрде жұмысқа алынбаған. Чхве мырза оны жігерлендіріп, сұхбаттан жақсы өтетініне сенетінін айтады. Тіпті оларға жақсылап тамақтануға ақша беріп, мағыналы түрде, не болса да екеуің бірге болыңдар деп ескертеді. Күтіп отырған кезде Ган Чхве мырзаның немересі Хён Джу екенін көріп таң қалады. Сол сәтте Джин де айқайлап жібереді. Өйткені ол әр кітаптың ішінде 100 миллион ақша жасырылғанын байқап қалады. Қуанып, кітап дүкенінің жалпы құны қанша болуы мүмкін екенін есептей бастайды. Сол кезде Ган бұрын Хён Джумен бір жаман жағдай болғанын уайымдап айтып қояды. Джин оның иығынан қағып, уайымдама, бәрін маған қалдыр дейді. Көп ұзамай Хён Джу атасының тапсырмасымен кітап дүкеніне келеді. Джин әдемі сөздермен оны көндірмек болады, бірақ бұл көмектеспейді. Хён Джу оған күзетші керек емес екенін ашық айтып, екеуінде кетіріп жібереді. Тіпті Джиннің жалған аяқ киім кигенін айтып мазақтайды. Бұл Джиннің намысына тиіп, ол ашуланып кетіп қалады. Ал Ган болса сол жерде қалады. Ол тізерлеп отырып, шын жүректен бұл жұмыс өзіне өте қажет екенін айтады. Анасы Smile Capital алаяқтарының құрбаны болып, кенеттен 100 миллион қарызға батып қалғанын түсіндіреді. Мұны естіген Хён Джудың көзқарасы бірден өзгереді, өйткені ол өзі де Smile Capital компаниясының заңсыз әрекеттерін зерттеп жүрген. Ол Ганға орнынан тұруын айтып, екеуін бірге тамақтануға шақырады. Ганның анасы қалай алданғанын білген соң, Хён Джу жалған үйсіз адам Чхве туралы шындықты айтады. Чхве бір кезде анасына шұғыл операция керек деп өтірік айтып, атасынан 10 миллион алып, ізін суытқан. Кейін ол өзін үйсіз адам ретінде көрсетіп, нағыз үйсіз адамдардың жеке куәліктерін ұрлап, олардың атына жоғары пайызбен несие рәсімдейді. Ал барлық табыс оның бастығы Джунға барып түседі. Ган бірден Джунды танып, оның анасына қиянат жасаған адам екенін айтады. Сонда Хён Джу жігіттерге Чхвенің соңынан аңдып, бір түнде қанша адамның жеке куәлігін ұрлайтынын жазып алуды бұйырады. Ол бірнеше рет ескертеді. Қандай жағдай болса да сабыр сақтаңдар, өйткені әшкереленсеңдер, менің бүкіл жоспарым бұзылады. Сол уақытта Чхве мен оның адамдары өздерін аянышты көрсету үшін үстілеріне батпақ жағып алады. Содан кейін фургонға мініп, вокзал жаққа қарай жолға шығады. Жігіттер де бетперде тағып, олардың соңынан ереді. Олар алаяқтардың бір үйсіз адамға жақындап, өздерін мемлекет қолдайтын үйсіздер қауымдастығынанбыз деп таныстырып жатқанын көреді. Олар ұйымға қосылғандарға ай сайын жәрдемақы беріледі деп уәде етеді. Үйсіз адам тез сеніп, жеке куәлігін береді. Жігіттер бәрін тыныш бақылап, Хён Джуға хабарлама арқылы ақпарат жіберіп отырады. Көп ұзамай алаяқтар тағы бір қарт адамды нысанаға алады, бірақ ол Чхвені бірден танып, ашуланып жеке куәлігін қайтаруды талап етеді. Ган араласқысы келеді, бірақ Джин оны тоқтатып, Хён Джудың өздерін әшкерелемеу туралы ескерткенін еске салады.
Бірақ Ган қарттың өміріне қауіп төніп тұрғанын көргенде, өзін ұстай алмай, алаяқтарға қарсы ұмтылады. Чжэ Ганның басындағы қалпақты байқайды. Бұл бұрын Хён Джу киіп жүрген қалпақ. Дәл сол сәтте Джин ұшып келіп теуіп, Чжэні жерге құлатады. Бірақ Чжэ осы сәтті пайдаланып, оқиға орнынан қашып кетеді. Көп ұзамай жедел жәрдем келіп, өлім аузындағы қартты алып кетеді. Мұны естіген Хён Джу қатты ашуланып, оларды бүкіл жоспарын бұздыңдар деп айыптайды. Джин түсіндіруге тырысады, бірақ ол сөзін бөліп, екеуі қатты сөзге келіп қалады. Ашумен ол енді олармен жұмыс істей алмайтынын айтып, дереу кетулерін бұйырады. Сол кезде Ган араласып, Хён Джуға беттегі тыртығын көрсетеді. Ол, егер мен көз алдымда өліп бара жатқан адамға көмектеспесем, одан да жаман адам болар едім дейді. Осыны айтқан соң, ол Чхве мырзаның ақшасын міндетті түрде қайтаруға бар күшін салатынына салтанатты түрде уәде береді. Оның шынайылығы Хён Джуды қатты толқытады. Кейін ол оларға хабарлама жіберіп, кешірім сұрап, ертең қайта жұмысқа келулерін өтінеді. Хабарламаны көрген жігіттер қатты қуанады. Сол уақытта Чжэ Джонға біреулердің өздерін аңдып жүргенін айтады. Сондай-ақ қызыл мысық бейнеленген қалпақ киген бір жігіт қарызын талап етіп келгенін, ал өзіне шабуыл жасаған адам да дәл сондай қалпақ кигенін айтады. Джон бірден бұларды Чхве мырза жіберген болуы мүмкін деп ойлайды. Келесі күні Хён Джу жігіттермен кездесіп, келесі қадамдарын талқылайды. Ол Чжэ ұрлаған ақшаны өсімқорлардан қайтарып алып, оның 2 комиссия ретінде алып, атасының шығынын жабуды жоспарлайды. Бірақ Ган мұндай жағдайда ең көп зардап шегетіндер шағын бизнес иелері болады деп алаңдайды. Дәл сол кезде Хён Джу Чжэ мен Джунның кітап дүкеніне қарай келе жатқанын байқайды. Ол тез жарықты өшіріп, есіктерді құлыптап, өздерін жасыруға тырысады. Бірақ қырағы Джун бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ол кітап дүкенінің жапқышы жанындағы басқа дүкендерден өзгеше екенін байқайды. Кетер алдында ол бақылау камерасына тік қарап, үнсіз ескерту жасағандай болады. Осыдан кейін үшеуі қарсыластары олардың ізін қалай тапқанын талқылай бастайды. Ган олар қалпақты таныған болуы мүмкін деп болжайды, өйткені өзі де оны жақсы есінде сақтайды. Сөйлесіп отырған кезде Чхве мырза кітап дүкеніне асығып келіп, не болғанын сұрайды. Хён Джу Чжэның қылмыстарының дәлелдерін жинамақ болғанын, бірақ өзі әшкереленіп қалғанын мойындайды. Чхве мырза оның ескертулеріне қарамастан өзін қайта-қайта қауіпке тігетініне қатты ренжиді. Хён Джу өзін асығы сақтап, тіпті Ганнан таңғышын шешуін сұрайды. Ол бұл қылмыстық топты жоймаса, Ган сияқты тағы да құрбандар пайда болады дейді. Сол кезде Чхве мырза Ганның бетін кім жаралағанын сұрайды. Ган, бұл Smile Capital компаниясының басшысы, сол жақ бетінде ұзын тыртығы бар адам деп жауап береді. Мазасызданған Чхве мырза бірден жүргізушісі, о мырзаға ол адамның гил екенін тексеруді бұйырады. Осыдан кейін Хён Джу 2 жігітке бұрынғыдан да жақындай түседі. Кешкі ас кезінде ол Чхве мырзамен туыстық байланысы жоқ екенін айтады. Бала кезінде оны Чхве мырза ашқан балалар үйіне жіберген, кейін сол кісі асырап алған. Сол уақытта Чхве мырза жүргізушісінен қоңырау алып, Smile Capital компаниясының төрағасы шынымен гил екенін біледі. Содан кейін оқиға өткен жылдарға ауысады. Сол кезде Чхве мырза компаниясы айдың соңына дейін жабылатынын жариялаған еді. Жұмыстан босатылғандардың арасында гил де болды. Сол түні сол кезде күзетші болып істеген о мырза кеңсеге 2 қарақшы кіргенін байқайды. Мұны естіген Чхве мырза бірден сол жерге асығады. Қарақшылар Кан мен кәсіби құлып ашушы болып шығады. Олар сейфті ашып, қуаныштан миллиардтаған құны бар алтын құймалар мен қарыз құжаттарын сөмкелеріне сала бастайды. Дәл сол кезде Чхве мырза келіп, оларды қылмыс үстінде ұстайды. Жекпе-жектегі шеберлігінің арқасында ол екеуін де оңай жеңеді. Бірақ бөлмеде жасырынған 3-ші адамды байқамайды. Кенет гил артынан шабуыл жасап, Чхве мырзаны пышақтап, өлтірмек болады. Алайда Чхве мырза қатты қарсыласып, гилдің бетіне терең тыртық қалдырады. Өкінішке қарай, Кан есін жиып, Чхве мырзаны аяусыз ұрып, кейін оны терезеден лақтырып жібереді. Содан кейін олар барлық ақшаны алып, дәлелдерді жою үшін кеңсені өртеп жібереді. Кетер алдында Кан Чхве мырзаның денесі жоғалып кеткенін байқап, қатты таңғалады. Белгілі болғандай, Чхве мырзаны о мырза құтқарып қалған болуы мүмкін, бірақ сол оқиғадан кейін ол өмір бойы мүгедек болып қалған. Қазіргі уақытқа оралғанда Чхве мырза Хён Джуға бұл істі әрі қарай қазбаламауын өтінеді, өйткені қарсыластары өте қауіпті адамдар. Ол қартайғанын айтып, қалған уақытын Хён Джуға білгенінің бәрін үйретуге арнағысы келетінін айтады. Сол уақытта гил өз барына шақырылмаған қонақ келгенін естиді.
Ол, мен әлі де ашулы, өйткені соңғы кездесуде Гил оның анасын мазақтаған еді. Бұл жолы ол қасында немере ағасы Йонды ертіп келеді, ал Йон полиция қызметкері. Бірнеше рюмкадан кейін Йон үстелге кісенін қойып, Гилге енді немере ағасына тиіспеуін ескертеді. Гил үндемей қалады, өйткені полициямен жанжал шығару дұрыс емес екенін біледі. Бірақ мен алға еңкейіп, егер тағы да менің отбасыма тиіссең, өлесің деп қорқытады. Тіпті Гилдің беттегі тыртығында мазақ етеді. Гил ашуын әрең ұстап, күлімсіреген болады. Ішінен ол менге бұл сөздер үшін қатты өкіндіремін деп ант етеді. Кейін Гил қоластындағы Жандоға мен туралы үлкен жанжал ұйымдастыруды бұйырады. Келесі күні мен жайбарақат көлік жуу орнына келеді. Кенеттен қақпалар жабылып, оны ішке қамап қояды. Бірнеше қара киімді адам оған жабылып, аяусыз ұра бастайды. Жандо алға шығып, менің бетіне шапалақпен ұрып, Гилге көбірек құрмет көрсетуін керек еді дейді. Мен тізерлеп отырып кешірім сұрай бастайды. Жандо оған шешінуді бұйырады, бірақ мен бас тартады. Сондықтан олар оны бір шелек бензин ішуге мәжбүрлейді. Ақырында аман қалу үшін мен камера алдында өзін қорлап, киімін шешуге мәжбүр болады. Бейне жазбаны көрген Гил қатты күліп жібереді. Сол күні ол Канны алтын құймалар толы контейнерге апарып, егер ісіміз сәтсіз болса, осы алтындарды алып Вьетнамға кетеміз дейді. Шынын айтқанда, бұл алтындар ол жақта патшадай өмір сүруге жеткілікті. Кан мұны естіп қатты әсерленеді, өйткені Гил үшін қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Сол күні Джин достарын сүйікті мейрамханасына ертіп барады, бірақ барған кезде ол жердің астан кестеңі шыққанын көреді. Мейрамхана иесі жылап отырып, өсімқорлар қарызды қайтаруды талап етіп жатқанын айтады. Джин бірден бұрынғы бастығына қоңырау шалып, оның жалған үйсіз адамдарға алданып, 500 миллион вон жоғалтқанын біледі. Енді ол шағын бизнес иелерінің қарыздарын қайтаруға мәжбүрлеуге тиіс. Хён Джу бұған тағы да кінәлі болуы мүмкін деп күдіктеніп, оны ұстап, құрбандарға әділдік орнатуды шешеді. Сол түні үшеуі алаяқтардың жасырынған жерін бақылауға барады. Бірақ бұл жолы сақ болады. Ол біреудің соңынан аңдып жүргенін байқайды. Алдымен бастығы Джунға қоңырау шалып, кейін оларды арнайы жерге қарай әдейі жетелейді. Жігіттер бұрынғыдай жасырын соңынан ереді, бірақ кенет, мен сендердің бар екендеріңді білемін, шықсаңдаршы, деп айқайлайды. Сыртта тұрған Хён Джу жер асты туннеліне көп ұзақы жүгіріп кіргенін байқайды. Ол дереу атасына хабарласып көмек сұрайды. Абыржыған Чхве мырза сенімді адамдарының бірі Лиге қоңырау шалады. Туннелдің ішінде бұзақылар қолдарына қару алып, жігіттерді қоршап алады. Ган маскасын шешіп төбелеске дайындалады. Джун оны бірден танып, адамдарынан Ганның анасының мекен жайын табуды бұйырады. Содан кейін қатты шайқас басталады. Ган мен Джин бар күштерімен соғысады, бірақ олардың жұдырықтары қарсыластардың темір таяқтарына қарсы әлсіз еді. Көп ұзамай Хён Джу келіп, арт жақтағы бұзақыларды дубинкасымен, электрошокері арқылы құлатады. Үшеуі бірігіп бәрін жеңіп, қашып шығады. Алайда Джунның адамдары Ганның үйіне кіріп, оның анасын ұрлап кетеді. Олар кетейін деп жатқанда кенет бетперде киген бір адам пайда болып, бір ұрлаушыны бірден құлатады. Бұл суши мейрамханасының иесі Хван, ол Ганның анасын қорғау үшін келген. Жағдайдың өзіне қарсы болып бара жатқанын түсінген Чире тұтқынды көшеге итеріп жіберіп қашуға тырысады. Бірақ кешеді. Хван оның ахилл сіңірін кесіп, енді ешқашан жүгіре алмайтындай етеді. Сол кезде толық қаруланған Ли туннелге жетеді, бірақ шайқас әлдеқашан аяқталғанын көреді. Бір бұзақы оны байқап, кім екенін тексермек болады, бірақ Ли оны бір сәтте-ақ құлатып тастайды. Кейін Ли ескі досы Хванмен кездеседі. Екеуі де бір кезде Чхве мырзаның ең сенімді оң қолдары болған. Ал кітап дүкенінің ішінде жігіттер жараларын таңып жатыр. Кенет Ганға анасы қоңырау шалып, оның Чхве мырзаның үйінде екенін айтады. Жігіттер дереу Чхве мырзаны іздеп барады, бірақ оның қатты ашулы екенін көреді. Ол олардың өз бетімен әрекет еткеніне ұрсып, бұл іске араласпауларын ескертеді. Бұдан бұлай бәрін ересектер өздері шешетінін айтады. Келесі күні Гил ауруханаға барып, жараланған адамдарын көреді. Олар шабуыл жасаған адамның түрін сипаттап, оның суши пышақтарын өте шебер қолданатынын айтады. Мұны естіген Гилдің көңілі алаңдайды. Ол ең сенімді 3 адамын жинап, Чхве мырзаның кезінде 5 атақты пышақ шебері болғанын айтады. Ол адамдар бір күнде тұтас бір банданы жойып жібере алатын. Сондықтан Гил Чхве мырзаны құлатқанда, Канға сол бесеуінде өлтіруді бұйырған. Бірақ олардың ішінен тек Хван мен Ли ғана тірі қалған.
Гил әлі күнге дейін сол екеуінен қорқады. Бірақ бұл жолы адамдарым оларды міндетті түрде жеңіп, Чхве мырзаның 50 миллиард ақшасын алып келеді деп сенеді. Ал сол уақытта Чхве мырза өз адамдарымен келесі қадамдарын талқылап отыр. Жандо бұрын полиция болғандықтан, полицияның қалай жұмыс істейтінін жақсы біледі. Сол себепті Гил полиция тексерулерінен оңай құтылып жүр. Біраз талқылаудан кейін Чхве мырза Лиге Джунмен айналысуды тапсырады, ал Хванға Гилді табуды бұйырады. Сонымен қатар кітап дүкеніндегі ақшаны қауіпсіз жерге көшіру керек деп шешеді. Хван бұл жұмысты балаларға беруді ұсынады, ал Ли келіседі. Ол олардың жай адамдар емес екенін мойындайды. Жақында ғана олардың 30 адамды жеңгенін көрген. Сол кезде балалар Ганның анасы дайындаған тамақты жеп отыр еді. Кенет Хён Джуға хабарлама келеді. Оларға кітап дүкеніндегі ақшаны дереу басқа жерге көшіру керек екені айтылады. Үшеуі бос қораптар мен 2 көлік дайындап іске кіріседі. Бірақ оларды біреулер жасырын аңдып жүргенін білмейді. Жұмысты тездету үшін Ган мен Джин қоймадан арбалар алып келуді ұсынады, ал Хён Джу ақшаларды еденге жайып орналастыра бастайды. Кенет ол сырттан бір нәрсені сезіп, монитордан қоймаға қарай біреудің келе жатқанын көреді. Ол дереу сыртқа жүгіріп шығады, бірақ артынан жанды соққы жасап құлатады. Хён Джу электрошокері бар дубинкамен қарсыласуға тырысады, бірақ жанды оны басып, есінен тандырады. Ал сол уақытта Кан қоймаға басып кіріп, 2 жігітпен қатты төбелес бастайды. 2 тәжірибелі боксшымен айқасып, өзі де қатты жараланады. Бұрынғы қорлықты есіне алған Ган өзін ұстай алмай, оны өлтіре жаздайды. Бақытына қарай, Джин араласып, оны тыныштандырады. Содан кейін олар есінен танған Канны байлап тастауға асығады. Ал басқа жақта Хён Джу Жандоны тістеп, қашуға мүмкіндік табады. Ол дубинкасын алып, оған қарсы тікелей шабуыл жасайды. Соңында ол жылдам әрі дәл қимылдармен Жандоны да құлатады. Кетер алдында Хён Джу тіпті оған кісенін де сыпайы түрде қайтарып береді. Үшеуі қайта жиналып, кітап дүкеніне асығады. Бірақ барған кезде су құбыры сынғанын және Жандоның қашып кеткенін көреді. Ол бірден Гилге қоңырау шалып, қатты жараланғанын айтып, ем қажет екенін айтады. Бірақ Гил оған мән бермейді. Ол алдымен адамдарды жинап, бәрін ретке келтіруді бұйырады. Содан кейін ғана ауруханаға баруға рұқсат етеді. Кітап дүкенінің ішінде балалар барлық қораптарды ақшаға толтырып, көліктерге тиеп жатыр. Олар сейфтегі барлық алтын құймалар мен долларларды да алып шығады. Бірақ бәрі дайын болып тұрған сәтте бірнеше фургоннан бұзақылар шығып келеді. Балалар көлікпен қашып кетеді, бірақ қуғыншылар арттарынан бірден ілеседі. Ойланбастан Хён Джу көлігімен бір фургонға соғылып, Ганға қашуға уақыт ұтып береді. Өйткені ақшаның көп бөлігі оның көлігінде еді. Туннелге кірген соң ол артындағы көліктерді бөгемек болады, бірақ бұл сәтсіз аяқталады. Ол тағы бір фургонға соғылып, газды барынша басып, оны аударып жібереді. Бірақ дәл шешуші сәтте оның спорт көлігі кенет тоқтап қалады. Амалсыз көлікті тастап, ауыр алтын толы сөмкелерді сүйретіп жүгіре бастайды. Мұны көрген Ган оларға орын босату үшін бірнеше қорап ақшаны лақтырып тастайды. Бірақ бұзақылар жыртқыштай лап қойып, Хён Джу мен Джинді сөмкелерін тастап, Ганның көлігіне қарай жүгіруге мәжбүр етеді. Бақытына қарай ақыры олар қуғыншылардан құтылып кетеді. Көп ұзамай Хван балаларға Гилдің адамдары шабуыл жасағанын естиді. Өкінішке қарай, сейфтегі барлық ақша жоғалып кеткен. Бірақ Чхве мырза ақшаға мүлде мән бермейді. Ол тек балалардың аман сау екеніне алаңдайды. Олар үйге аман есен оралғанда ғана ол жеңіл тыныстайды. Сол уақытта қоймада Кан байланған жерінен босап, емделу үшін Гилдің жеке ауруханасына барады. Ли жасырын түрде оның соңынан еріп, аурухананың нақты орналасқан жерін анықтайды. Келесі күні Чхве мырза Ганмен жеке кездесіп алғыс айтады. Ол Хён Джу Ган мен Джинмен танысқалы бері мінезі жұмсарып кеткенін айтады. Сондай-ақ Ганның барлық қарызы толық өтелгенін айтып, оның анасына басқа жерде жаңа кафе ашу үшін инвестиция салуды ұсынады. Бұл жақсылықтың қарымтасы ретінде Ган Гилді ұстамайынша тоқтамаймын деп ант етеді. Көп ұзамай Хван балаларға арнап жаңа дайындалған сашими толы дастархан жаяды. Көңіл күй жеңіл әрі көңілді болады. Кейін Ли де келеді. Ол жігіттерге ескерту жасайды. Егер операция кезінде полиция ұстап алса, олар кәсіби боксшы болу мүмкіндігінен айырылуы мүмкін. Бірақ жігіттер қорықпайды, тек қолдан келгенше көмектескілері келеді. Олардың батылдығын көрген Хван операцияның келесі кезеңін жоспарлай бастайды. Ол жігіттерге пышақ қолдануды үйретеді. Ал Ли Хён Джуға мотоцикл айдап келе жатып қарсыласқа соққы жасауды үйретеді. Түн түскенде екі топта әрекетке кіріседі.
Ли жер асты тұрақта тығылып тұрады, ал Хён Джу жоғарыдан бақылап отырады. Нысана пайда болған сәтте ол бірден Лиге белгі береді. Ли мотоциклмен жылдам жетіп келіп, Джуның тамағын пышақпен тіліп жібереді. Шегінбек болған кезде оны бір топ бұзақы қоршап алады. Дәл сол сәтте Хён Джу көмекке келіп, екеуі бірге қатты қарсы шабуыл жасайды. Ал сол уақытта Хван мен екі жігіт Гилдің жеке ауруханасына жасырын кіреді. Олар лифтке кіріп бара жатқан Жандоны байқап, баспалдақпен жоғары жүгіріп шығып, ешкім үлгермей тұрып шабуыл жасайды. Бір бұзақы бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды, бірақ Джин тез әрекет етіп, оны бірнеше секундта-ақ есінен тандырады. Аласапыран кезінде Жандо қарсыласып қашуға тырысады. Бірақ Хван оның ішінен қатты теуіп, кейін ауыр соққымен есінен тандырады. Жандо ұсталғанын естіген Чхве мырза оны ұстап отырған жерге асығады. Жолда ол Хванға қоңырау шалып, балалардың тергеуді толық көруін бұйырады. Қатты қатыгез көріністі көрген Хён Джу өзін ұстай алмай, сыртқа жүгіріп шығып құсады. Дәл сол кезде Чхве мырза асығып келеді. Ол балаларға уақыт аз екенін айтып, Гилмен қалай күресу керегін мүмкіндігінше тез үйрету керегін айтады. Содан кейін Чхве мырза Жандоның алдына барып, оны психологиялық тәсілмен сындыруға кіріседі. Ол Гил ешқашан адамдардың толық сенбейтінін және өз мүддесіне қауіп төнсе, оларды бірден жойып жіберетінін айтады. Егер ол қазір Жандоның суретін Гилге жіберсе, Гил оны сатқын деп ойлап, өзі өлтіретінін түсіндіреді. Мұны естіген Жандо ашуға булығып, неге мен өлуім керек деп айқайлайды. Чхве мырза оған алыс бір қауіпсіз елге жіберіп, жайлы өмір сүруге жететін ақша беруге уәде етеді. Оның орнына Гилдің барлық құпиясын айтуын талап етеді. Ақырында Жандо беріледі, ал Ли бүкіл мойындауды телефонына жазып алады. Жандо Гил көптеген саясаткерлер мен ірі бизнесмендердің әдепсіз видеоларын сақтап, сол арқылы оларды бопсалайтынын айтады. Солардың бірі Lil Group компаниясының үлкен ұлы, ол Гилге өз қонақ үйінде казино ашуға мәжбүр болған. Бұл видеолар арнайы сейфте сақталған, ол тек Гилдің оң қолының тамыр өрнегі арқылы ғана ашылады. Сонымен қатар Гил телефоны арқылы барлық файлдарды қашықтан өшіре алады. Соңында Чхве мырза Гил алтын құймаларды қайда жасыратынын сұрайды. Жандо тек Кан ғана білетінін айтады, өйткені Гил шын мәнінде тек соған ғана сенеді. Ал сол уақытта Гил Минмен кездеседі, бірақ оның полиция қызметкері немере ағасымен телефон арқылы сөйлесіп тұрғанын көреді. Ол бүгін түнде мотоцикл мінген бір адамдарын жаралағанын айтып, Йонға сол адамды 5 сағат ішінде табуды бұйырады. Әйтпесе Миннің масқара болған видеосын интернетке жариялап, Lil Group акцияларының бағасын құлатып жіберетінін айтады. Отбасының абыройын қорғау үшін Йон әзірге Гилдің айтқанын орындауға мәжбүр болады. Үйге қайтып келе жатқанда Ган Гилдің казиносы ашылғаннан кейін не болатынын сұрайды. Ли құмар ойын мен есірткіге тәуелді адамдар үлкен қарызға батып, Гилдің байлығын арттыратынын түсіндіреді. Осылайша ол біртіндеп көптеген ғимараттарды сатып алып, бүкіл Корея нарығын бақылауға алады. Бұл Smile Capital арқылы тағы да көптеген адамдардың өмірін құртады деген сөз. Ал басқа жақта Чхве мырза бәрі аяқталған соң балаларды Римге демалуға апаруды жоспарлап отыр. Тіпті ол оларға қалағандарының бәрін алып беруге уәде етеді. Хён Джу оны мазақтап, мұны мақтану дейді де, екеуі уәделесіп, кішкентай саусақтарын түйістіріп анттасады. Қуанып кеткен Чхве мырза бәрін үйіне шақырып, бірге ішіп тойлауды ұсынады. Сол түні олар бірге сирек кездесетін тыныш әрі бақытты сәтті өткізеді. Көп ұзамай Лиге әйелінен қоңырау келеді. Ол Хванға әке болатынын, ал қызы 2 айдан кейін дүниеге келетінін айтады. Хван мұндай жақсы жаңалықты жасырған үшін оны ұрсып тез үйіне баруын өтінеді. Тіпті қалтасынан ақша шығарып, әйеліне дәрумендер алып бер дейді. Қоштасар алдында екеуі қатты құшақтасады. Бұл олардың соңғы кездесу екенін білмейді. Көп ұзамай Йон Жандо ұсталып отырған жерді анықтап, бұл туралы Гилге хабарлайды. Гилдің адамдары қаруларын алып дайын тұрады да, оның бұйрығымен дереу операция бастайды. Қойманың ішінде олар Лидің отбасылық суретін және жеке куәлігінің көшірмесін табады. Таң ата олар Лидің үйін қоршап алады. Үйдің ішінде ерлі зайыптылар әлі ұйықтап жатқан еді. Кенет есік қатты қағылады. Әйелі есікті ашуға бара жатқанда, Ли оны дер кезінде тоқтатады. Қауіпті сезген Ли терезе арқылы қашуды ойлайды, бірақ бұл жүкті әйел үшін өте қауіпті. Басқа амал қалмаған соң, ол әйеліне полиция шақыруды айтып, қандай жағдай болса да есікті ашпауын ескертеді. Сол уақытта бұзақылар терезелерді сындырып, үйге кірмек болады. Ли қолына түскеннің бәрімен есікті бекітіп, кейін жалғыз өзі оларға қарсы тұрады. Бірақ қарсыластары көп еді. Көп ұзамай олар оны жеңіп, ауыр жаралайды.
Гил Хванның қайда екенін айтпаса, әйелін өлтіремін деп қорқытады. Ли махаббат пен достықтың арасында қалып, өте ауыр таңдаудың алдында қалады. Ал сол уақытта Чхве мырзаның үйінде бәрі есін жиып, Ганның анасы дайындаған таңғы асты ішіп отыр еді. Чхве мырза оның тамағын мақтап, балалар үйінде көмектесіп тұруын ұсынады. Таңғы астан кейін Хён Джу мен Ган оны сол жерге апарып тастайды. Ал сол кезде Хван суши мейрамханасына келеді, есіктің ашық тұрғанын көреді. Бірақ ол қызметкерлердің әлдеқашан өлтірілгенін білмейді. Ол аспаз киімін киіп жатқанда, ас үйде кенет Гил пайда болады. Хван оның өзін қалай тапқанын сұрайды. Ал Гил Сабыр мен Ли мен оның әйелін өлтіргенін айтады. Содан кейін екеуі пышақтарын шығарып төбелесе бастайды. Бірақ Гил айлакер еді. Оның аяқ киімінде жасырын пышақтар, ал үстінде болат жилет бар болатын. Ақырында Хван өлімші жараланып, өкінішпен көз жұмады. Чхве мырзаның ең сенімді адамдарын жойған соң, Гил адамдарын Чхве мырзаның үйіне жіберуді бұйырады. Қауіптің жақындап келе жатқанын сезген Джин бірден Чхве мырзаға ескерту жасайды. Чхве мырза дереу жертөлеге түсіп, мылтығын оқтайды, ал Джин жоғарыда қалып, шабуылдаушыларға қарсы тұрады. Үйдің ішінде атыс басталып, Чхве мырза бірнеше адамды атып түсіреді. Бірақ көп ұзамай Джин әлсіреп, ішінен қатты пышақ жарақатын алады. Чхве мырза басқа жаққа алаңдап тұрған сәтте, Кан кенеттен оның мойнынан ұстап, жерге лақтырып жібереді. Көп ұзамай Гил келеді. Ақшаға толы сейфті көргенде ол жеңіске жеткендей күліп, кейін Чхве мырзаның өмірін қиып жібереді. Ган мен Хён Джу үйге қайтып келгенде, үйдің бәрі өртке оранып жатқан еді. Ган ішке жүгіріп кіріп, өлім аузындағы Джинді көтеріп алып шығады. Ал Хён Джу атасының мәйітін тауып алып, көз жасына ерік береді. Өрт күшейе бастағанда Ган амалсыз Хён Джуды сыртқа сүйреп шығарады. Кейін Джинді жедел түрде ауруханаға жеткізіп, шұғыл операция жасайды. Бірақ оның жағдайы өте ауыр еді, өйткені ол көп қан жоғалтқан, ал ауруханада қан қоры да азайып қалған. Ойланбастан Ган өзінің қанын беріп, ең жақын досының өмірін сақтап қалуға тырысады. Сол уақытта Хён Джу атасының өліміне қатты қайғырып, ештеңе айтпастан ауруханадан үнсіз кетіп қалады. Түн бойы жасалған операциядан кейін дәрігерлер Джиннің операциясы сәтті өткенін хабарлайды. Бұл жаңалықты естіген Ган көз жасына ерік береді. Бірнеше аптадан кейін екі жігіт шалғай ауылға көшіп барады. Олар күн сайын таң атпай жүгіріп, жаттығу жасайды. Бұрынғыдан да бұлшық еттері өсіп, кек алуға дайындалып жүргендері байқалады. Ол мырза олар үшін қатты алаңдап, егер қайта барсаңдар, өлесіңдер деп ескертеді. Бірақ Ган Гилді жеңе алатынына сенімді. Қазірдің өзінде оның кесірінен тым көп адам отбасынан және бәрінен айырылған. Сондықтан ол Чхве мырзаның бұрынғы стратегиясын қолдануға шешім қабылдайды. Барлық құрбандарды біріктіріп, бірге қарсы тұру. Соған қарамастан, мырза оларды жібергісі келмей. Кейін ол зиратқа барған кезде Хён Джудан қалған хатты табады. Хатта ол атасының соңғы тілегін орындап, қалған ақшамен Римге кеткенін жазады. Кетіп қалған үшін кешірім сұрайды. Бірақ егер осында қалса, тек қайғысын қайта сезініп, тоқтаусыз жылай беретінін айтады. Оның сөздері мырзаның жүрегіне әсер етеді. Ол балалардың сезімін түсініп, Чхве мырзаның соңғы сақталған ақшасын оларға береді және жоспарларын қолдайды. Тек бір өтініші бар, жарақат алмаңдар. Ган, біз қалай болса да жеңеміз деп уәде береді. Кейін жігіттер мырза дайындап қойған пәтерге келеді. Сол жерде олар оның немересі да Минмен танысады. Орналасқан соң, олар жоспар құра бастайды. Алдымен Гилдің алдауына түскен бір өсімқормен кездесіп, оны өздеріне қосылуға көндірмек болады. Бірақ ол бас тартады, өйткені Гилге қарсы шықса, міндетті түрде өлтірілетінін біледі. Кейін олар өздерін күзетші жұмысына таныстырған үлкен ағасы Мунға барады. Бірақ оның жағдайы өте ауыр еді. Жақында ол да Smile Capital алаяқтығына алданып, тіпті соққыға жығылған. Жігіттер оған бұл компанияның шын мәнінде Гилге тиесілі екенін, ал оның Чхве мырзаны және оның ең сенімді адамын аяусыз өлтіргенін айтады. Бірақ Мун бұған сенгісі келмейді, өйткені Чхве мырза оның өмір бойғы қамқоршысы болған еді. Сол күні кешке жігіттер бұрынғы жалған үйсіз адам Чхвені ұстап әкетеді. Оны Гил туралы бәрін айтуға мәжбүрлейді. Сол кезде олар тамағы кесілген Джунның әлі тірі екенін біледі. Ган Гилдің казиносы ашылып қойған ба деп сұрайды. Чхве Гил әлі Лил Гроппен келісімшарт мәселесін шеше алмай жүргенін айтады. Сондықтан қонақ үйде казино ашуға рұқсат берілмеген. Барлық ақпаратты алған соң, Джин Чхвенің суретін түсіріп алып, егер оларды сатса, бұл суретті Гилге жіберетінін айтып қорқытады.
Пәтерге қайтып келген соң, екеуі интернеттен Мин туралы ақпарат іздеп, оған Instagram арқылы достық сұранысын жібереді. Кенет Мин келіп, өз компьютерін пайдаланбауды ескертеді. Сол уақытта Гил Минмен кездесіп, келісімшартты мүмкіндігінше тез дайындауды талап етеді. Мин әкесінің бұл келісімді қолдамайтынын түсіндіруге тырысады, бірақ Гил оны мүлде тыңдамайды. Егер істі бітірмесе, оның масқара видеосын жариялап, өзін өлтіретінін айтады. Көлікке отырған соң Мин өзін ұстай алмай жылай бастайды. Сол кезде оған хабарлама келеді. Гилден құтылғың келе ме? Біз көмектесе аламыз. Сенің видеоң сақталған қатқыл диск қайда екенін білеміз. Бұл туралы немере ағасымен ақылдасқан соң Мин жігіттерді өз барына шақырады. Ол оларды мас қылып, шын ниеттерін білмек болады. Бірақ күтпеген жағдай болады. Өмірінде ішімдік ішіп көрмеген Ган қанша ішсе де мас болмайды. Керісінше, Йон мен Мин мас болып, іштеріндегі сырларын айта бастайды. Мин жылап жіберіп, басынан өткен барлық қорлық пен ауырлықты айтып береді. Келесі күні таңертең оянғанда, жігіттердің оған таңғы ас дайындап қойғанын көреді. Ган кешке оларды үйіне өзі ертіп келгенін, тағы біраз отырып ішеміз деп айтқанын түсіндіреді. Сөйтіп олар одақ құрғандай болады. Таңғы астан кейін төртеуі Лил Гроув штаб пәтеріне барып, Гилге қарсы келесі жоспарларын талқылайды. Йон полиция бөлімінен бір компьютер маманын шақырып, Гилдің телефонын бұзудың екі жолын түсіндіреді. Біріншісі, оны арнайы Wi-Fi желісіне қосуға мәжбүрлеу. Екіншісі, арнайы кодты сканерлету. Миннің міндеті тек уақыт ұту. Бірақ ол Гилмен кездесуден және жоспар сәтсіз болса, не болатынынан қатты қорқады. Йон оған сену керегін айтып, бәрі бірге көмектесетінін уәде етеді. Қауіпсіз болу үшін олар екі әдісті де қолдануға шешім қабылдайды. Барлық камераларды орнатқан соң, Мин Гилді келісімшартқа қол қою үшін соңғы кездесуге шақырады. Жоспар бойынша Гил ғимаратқа кіріп, кіреберістегі кодты сканерлейді. Әйел полицей дереу оның телефонын бұзады, бірақ бәрі таң қалады, телефон мүлде бос болып шығады. Сөйтсе, Гилдің екі телефоны бар екен. Джин Минге келісімшартқа қол қояр алдында видеоны өшіруді талап етуді ұсынады. Бірақ Мин Гилге қарағанның өзінде қолы қалтырап кетеді. Ол мұны жасауға өзіне сенімді емес. Барлығы оны тағы да жігерлендіріп, қандай жағдай болса да қорғап қалатынын айтады. Кездесу бөлмесіне қайта кірген соң, Мин барлық заңгерлерді шығарып жіберіп, Гилмен жалғыз сөйлескісі келетінін айтады. Ол келісімшартқа қол қоймас бұрын өзі туралы видеоны жеке өзі өшіргісі келетінін талап етеді. Гил бас тартпақ болады, бірақ Мин суық түрде ескертеді. Мен бір қоңырау шалсам, 24 сағат ішінде сенің компанияң тексеріліп, ондаған миллиард салық қарызы шығады. Гил мысқылдап күліп, оның шешем болып кеткенін айтып, телефонын береді. Мин бірден оны ғимараттың Wi-Fi желісіне қосады. Ал полициядағы маман телефонды бұзып, сейфті басқаратын қосымшаны табады. Бірнеше минуттан кейін бағдарлама бұзылып, сейфтегі барлық қатқыл дискілер жойылады. Сол түні Гил көңілді күйде үйіне оралады. Бірақ кенет күйген иісті сезеді. Ол сейфке жүгіріп барғанда, қатқыл дискілердің бәрі күлге айналғанын көреді. Ашуға булыққан ол полициядағы танысына қоңырау шалып, о мырзаның қайда екенін анықтауды бұйырады. Өкінішке қарай, сол жемқор полицей Йонның кіші серіктесі болып шығады. Ол о мырзаның соңғы аптадағы банк картасы қолданылған жерлерін тексеріп, бірнеше жиі барған орындарын табады. Гил бірден адамдарын ауыл жаққа жібереді, ал олар күріш дүкенінің иесінен нақты мекен-жайды алады. Ал сол уақытта екі жігіт Джейге пара беріп, Гилдің басты қолшоқпары Кан туралы толық ақпарат алады. Олар тағы компьютерді қолданбақ болғанда да Мин кіріп келіп тоқтатады. Мұрындарын тыжырайтып, мұнда жалғыз еркектердің иісі шығып тұр деп шағымданады. Дәл сол кезде Ганға Кан қоңырау шалып, ұсталған о мырзаның суретін жібереді. Кан оларға бір сағат ішінде белгілі бір жерге келуді бұйырады. Егер полиция шақырсаңдар, қарт адам өледі деп қорқытады. Да Мин бірден садағы мен жебелерін алып, атасын құтқаруға дайындалады. Ган оны тоқтатуға тырысып, бұл өте қауіпті екенін айтады. Бірақ да Мин бір сөз айтпастан өз мергендігін көрсетеді. Содан кейін Джин өзінің үлкен танысына қоңырау шалып көмек сұрайды. Мун еш ойланбастан келіседі, өйткені ол да о мырзаға қарыздар еді. Төртеуі қайта жиналып екі топқа бөлінеді. Ган мен Джин ғимаратқа кіргенде, оларды қаруланған бұзақылар күтіп тұрғанын көреді. Канның бұйрығымен қатты төбелес басталады. Біраз уақыттан кейін жігіттер басымдыққа ие болады. Қатты жаттығулардың арқасында олардың күші мен төзімділігі артқан еді. Жоғарыдан да Мин садағымен көмек көрсетіп, қарсыластарды тезірек жеңуге көмектеседі. Соңында Джин өзін бұрын жаралаған бұзақыны өзі жеңеді. Ал Ган Канмен жалғыз айқасып, Чхве мырза үшін кегін қайтарады.
Тергеу кезінде өзіне қымбат бананын қорғау үшін бұзақы О мырзаны қай жерде ұстап отырғандарын айтып қояды. Ган бірден Ионға хабарласып көмек сұрайды. Бірақ жемқор полицей бұл ақпаратты ести салысымен Гилге жеткізеді. Гил дереу адамдарын тұтқынды басқа жерге көшіруге және барлық ізді жоюға бұйырады. Полиция келген кезде бәрі кеш болады. Ал сол уақытта Мун Канны азаптап, Гил алтындарды қайда жасырғанын айтқызуға тырысады. Бірақ бәрін таңғалдырған жағдай болады. Кан құпияны айтпас үшін өз тілін өзі тістеп жұлып алады. Бір адамның көз алдында өліп бара жатқанын көре алмаған Ган бірден жедел жәрдем шақырады. Келесі күні Мин жаттығып жатқанда кенет өзіне қатысты масқара видео жіберілгенін көреді. Сөйтсе, Гил бәрінің сақтық көшірмесін жасап қойған екен. Енді оны қайтадан бопсалау үшін қолданбақ. Басқа жерде Ион кофе алу үшін бір кафеге кіреді. Бірақ қызметкерлер Гилдің бұйрығымен оның сусынына оқ қосқанын білмейді. Біраздан кейін оның басы айналып, жақын маңдағы мейрамханаға жүгіріп кіріп, уды құсу үшін тұз сұрайды. Ол аман қалады. Бірақ Гилге қарсы дәлел жинауға көмектесіп жүрген екі полиция қызметкері аяусыз өлтіріледі. Сол уақытта Ганға О мырза қоңырау шалғандай болады, бірақ телефонның ар жағынан Гилдің дауысы естіледі. Ол бүгін кешкі 9-да балық фермасына келулерін бұйырып, тағы да полиция шақырса, О мырзаны өте жаман түрде өлтіретінін ескертеді. Тіпті ол бұрын көмектескен полицияларды да жойып тастағанын айтып, енді оларға көмектесетін ешкім жоқ деп мазақтайды. Мин бәрін естіп қойып, атасын құтқаруға баруды талап етеді. Бірақ Ган егер оның көз алдында О мырзаға бірдеңе болса, Мин де Хёнджу сияқты күйреп кетуі мүмкін деп қорқады. Ал Джин олардың қазір бәрін қорғай алатындай мықты болғанына сенеді. Сол түні олар да Минмен бірге балық фермасына барады. Олар оған дұрыс сәтте арт жақтан шабуыл жасау керегін айтады. Күткендей, Гилдің адамдары қатты шабуыл жасайды, бірақ олар жігіттердің күшін бағаламайды да тез жеңіліп қалады. Адамдарының жеңіліп жатқанын көрген Гил олар тоқтамаса, қартты өлтіремін деп қорқытады. Дәл сол сәтте Мин келіп, Гилдің қолынан атып жібереді. Джин қалған бұзақылармен айналысып жатқанда Ган Гилдің соңынан қуады, бірақ ұстай алмайды. Бақытына қарай О мырза аман қалады, бірақ Мин байқамай оның қастарын жұлып алыпты. Көп ұзамай полиция келіп, барлық қылмыскерлерді тұтқындайды. Олар балық фермасын тексеріп, Гилдің сол жерде кісі өлтіргенін дәлелдейтін нақты айғақтар табады. Сонымен қатар Гилдің үйін тінтіп, ол өлтірген адамдарға тиесілі көптеген телефондарды табады. Жемқор полицей де ақыры өз қылмысы үшін жазасын алады. Соған қарамастан Мин әлі де уайымдайды, өйткені оның видеосы әлі Гилдің қолында. Жігіттер Гилдің бұрынғы адамы Жанды оның қашу жолын және алтындарды қалай жасырғанын білуі мүмкін деп айтады. Сондықтан полиция бірден Жандоны іздей бастайды, бірақ тек оның банк есепшотын ғана табады. Ширея жігіттерге егер сол есепшотқа 10 миллион жіберсе, Жанды міндетті түрде байланысқа шығады дейді. Шынында да солай болады. Бірақ Жанды тағы 1 миллиард вон талап етеді, әйтпесе Гил туралы ештеңе айтпаймын дейді. Қолдағы төтенше қорда тек 300 миллион ғана қалғандықтан, олар Миннен көмек сұрауға мәжбүр болады. Мин Жанды ақшаны алып шетелге қашып кетеді деп қорқады. Ган нық түрде, егер солай істесе, біз оны қай жерде болса да тауып ұстаймыз деп уәде береді. Біраз ойланған соң Мин келіседі. Жанды ақшаны алғаннан кейін бірден Гилдің жоспарын айтып, тіпті оның алтын құймаларын жасырған контейнер нөмірін де береді. Уақыт аз қалғандықтан жігіттер тез әрекет етуі керек болады. Ол мырзамен Минмен қоштасқан соң, олар портқа асығып барып, кемеге мінеді. Сол кезде Джин жасырын түрде каютаға кіріп, электрошокермен Ганды естен тандырады. Кенет Кан пайда болып, Джинді баспалдақтан лақтырып жібереді. Джин айналадағы заттарды пайдаланып, Канның қатал шабуылдарынан жалтарып жүреді де, ақыры күшті соққымен оны нокаутқа жібереді. Ал сол уақытта Ган Гилді тауып, онымен қатыгез төбелес бастайды. Айлакер Гил контейнердің үстіне шығып алып, аяқ киіміне пышақтар бекітеді. Соған қарамастан, ол Ганға тең келмейді және көп ұзамай ауыр жарақат алады. Соңғы жойқын соққымен Ган жекпе-жекті аяқтайды. Кек қайтарылғанымен, Ганның жүрегі ауыр сезімге толады. Ол өзін бұрын жек көрген қанқұмар адамдарға ұқсап кеткендей сезінеді. Джин оны жұбатып, боксшының жүрегін сақта, сонда біз қайтадан өз жолымызды табамыз дейді. Кейін олар алтын құймаларды тауып, Гилдің телефонын қолға түсіреді де, Мин туралы видеоны өшіріп тастайды. Мен ақшаны не істейміз деп сұрайды. Ган Чхве мырзаның соңғы тілегін орындап, емделуге ақшасы жетпейтін науқастарға көмектескісі келетінін айтады. Мин де ақша қосып, Чхве мырзаның атымен аурухана ашуды ұсынады. Соңғы көріністе Ган анасына қайта кездеседі.
Анасы жай ғана күлімсіреп, оларды мақтайды. Сосын екеуін құшақтап, жүрекке жылы тиетін сәтпен бәрі аяқталады.